Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары. Бүгін біз арифметикалық квадраттық түбірдің қасиеттері тақырыбына байланысты b және c деңгейін есептерін шығаратын боламыз. 21-ші есептен бастаймыз. Келесі теңдіктерді тура теңдікке айналдыратын x айнымалысының мәндері бар ма дейді. Оқушылар, менде каналымның мақсаты сіздерге сабақты түсіндіру болғандықтан мен тек қана тақтарын немесе жұптарын шығарамын, қалған шықпағандарын осы есептерге қарап шығарасыздар. Біріншісі тақтан бастаймыз. Түбір асты минус x-тен 7. Ең алдымен осы теңдікті жаңағы x-тің мәнін табу үшін ең алдымен теңдіктің екі жағында квадрат таба аламыз. Яғни минус x-ті квадратқа аламыз, 7-ні де міндетті түрде квадраттаймыз. Сонда минус түбір асты мен квадрат жойылып кетеді, түбірдің астындағы минус x шығады, ал 7-нің квадраты бізде 49. Сонда x-імізден x-ның алдындағы минусты сол жағына жібереміз. Сонда x-тен минус 49. Енді осы тапқан мәнімізді бастапқы теңдеуіміздегі x-тің орнына қоямыз. Сонда минустың алдында минустан басы бар. Минус 49 деп жақшаға аламыз. Тең 7 болу керек. Сонда жақшамыз ашылғаннан кейін минус пен минус жойылып кетеді, плюс болады. Плюс 40 түбір асты 49-дан бізде 7 шығады, 7 тең 7, яғни тура теңдікке айналдырады. Мынау x-тен минус 49-ымыз, яғни бұл жақта мағынасы бар. Үшіншісі минус түбір асты минус 2x қосылған 8-тен 0. Бұл жақта да теңдік жаңағы екі жағын квадрат табу үшін бірінші ең алдымен мынау тұрған санымызды теңдеудің оң жағына жібереміз. Неге? Себебі бізде теңдіктің сол жағында тек қана түбір астындағы өрнек қана қалады. Сонда теңдіктің оң жағына жібереміз. Енді теңдіктің екі жағында бағанағы бірінші есепке қарап квадраттап аламыз. Сонда минус түбір асты минус 2x-тің сыртын квадраттаймыз, минус 8-ді де квадраттап аламыз. Сонда түбір асты мен квадрат жойылып кетеді, оның ішінен минус 2x шығады. Минус 8-дің квадраты бізде 64. Енді минус 2-ні теңдіктің оң жағына жібереміз бөлумен. 64-ті 2-ге бөлсек минус 32 болады. Сонда x-іміз тен минус 32 шықты. Енді осы алған санымызды бірінші бастапқы теңдеудегі x-тің орнына қоямыз. Сонда минус 2 көбейтілген минус 32 қосылған 8, түбір астында мынау. Сонда минус 2 мен минус 32 көбейтіліп кетеді, плюс 64 болады. Минус пен минус көбейтілген кезде плюс болады. 64 бізде түбірдің астынан 8 болып шығады. 8 қосылған 8 ол бізде 16, 0 емес. Яғни бұл жақта бізде теңдікті x айнымалысын, яғни тура теңдікке айналдыратын x айнымалысының мәні болмайды екен. 3-22-ші есеп, бұл жақта мен жұптарын шығарамын. Осы өрнектердің мағынасы бола ма деп сұрап тұр. Екіншісі түбір асты минус 2x минус 4. Бұл жақта x-іміз үлкен болу керек 0-ден. Кез келген санды қойып көреміз. 0-ден үлкен санды, мысалы x-ның орнына 2 деген санды беріп көрейік. Түбір асты минус 2 көбейтілген 2 азайтылған 4. Бұл тең болады. Сонда 2 мен 2 көбейтіледі. Минус 2 мен 2 көбейтіледі. Минус 4 болады. Минус 4 азайтылған минус 4 ол бізде минус 8. Минус 8 бізде терістен ешқашан түбірдің астынан шықпайды. Яғни бұл жақта өрнектің мағынасы жоқ екен. Келесі төртіншісі минус 0,100-ден 1 көбейтілген түбір асты 5x қосылған 2,134. X-іміз бұл жақта да 0-ден үлкен. X-іміз 0-ден үлкен. 2 деген санды беріп көреміз. Сонда минус 0,100-ден 1 көбейтілген 5 көбейтілген x-тің орнына 2 береміз. 5 көбейтілген 2 қосылған 2,134. 5-ке 2-ні көбейтсек 10 болады. 10-ға 2,134-ті қоссақ 12,134 болады. Ол бізде түбірдің астынан бүтін сан болмаса да әйтеуір бір сан шығады. Оны минус 0,100-ден 1-ге көбейткен кезде минус 0,1035 деген сан шығады. Яғни өрнектің мағынасы бар екен. Келесі b деңгейінің соңғы есебі айнымалысының қандай мәндерінде берілген өрнектердің мағынасы болады дейді. Бірінші есеп 3 түбір асты 3a қосылған минус түбір асты 4a.
Бұл жақта оқушылар қараймыз. Біз мына жақта аның орнына кез келген санды бере аламыз. Бірақ та біз мына жақта аның айнымалысының жаңағы мағынасын табуымыз керек. Қандай сан болатынын табуымыз керек. Мысалы, біз мына жақта аның орнына 1-ді қоятын болсақ, түбір астынан 3 деген сан шығады. Бірақ та мына жаққа -4-тің қасына аның орнына 1-ді қоятын болсақ, теріс таңбалы сан бұл бізде түбірдің астынан шықпайды. Яғни біз теріс таңбалы да, 10 таңбалы да санды бұл жаққа біз ешқалай қоя алмаймыз. Біз тек қана 0 деген санды қоямыз, 3 көбейтілген 0 ол 0, 0 түбір астынан 0 болып шығады. -4 көбейтілген 0 ол 0 болады. 0-ды түбір астынан шығады. Сондықтан мына жақтағы жауабымыз есептің А тең болу керек 0-ге. Үшіншісін қараймыз. Үшіншісі түбір асты А бөлінген модуль үшіндегі А азайтылған 7. Бұл жақта біз түбірдің астына жаңағы түбірдің бөлімдегі бөлімге біз ешқандай 0 деген санды бере алмаймыз. Себебі бізде кез келген санды, А деген санды біз 0-ге бөле алмаймыз. Бұл бізде анықталмағандық сан болады. Анықталмағандық сан болады. Сонда біз 0-ден басқа сандардың барлығын қоя аламыз, тек қана теріс сандарды қоя алмаймыз. Себебі бізде аның орнына теріс санды қоятын болсақ, онда түбірдің ішіндегі санды теріске айналып кетеді. Ал 10 санды қоятын болсақ, яғни 1, 2, 3, 4, 5, яғни 1-ден үлкен сандарды қоятын болсақ, бізде бұл жақта есептің шешімі болады. Сондықтан есептің жауабы 0-ден плюс шексіздікке дейін дейміз. 0 бізде кірмейді, яғни 0-ден басқа сандар, яғни 10 сандардың барлығын біз осы теңдіктің орнына қоя алады екенбіз. Деңген есебі 3-24. X айнымалысының қандай мәндерінде өрнектің мағынасы болады? Бұл жақта жұптарын шығарамын. Түбір асты минус модуль үшінде x қосылған 5 азайтылған 9. X-тің орнына мысалы 0-ды береміз. Бұл жақта 0 қосылған 5. 0 қосылған 5 ол бізде 5 болады. 5 модульдің ішінен минус 5 болып шығады. Минус түбір асты 5 азайтылған 9, яғни бұл жақта теріс таңбалы сан болғандықтан модуль түбірдің астында бұл жақта мағынасы болмайды екен. 2-ні беріп көрейік. Минус модуль ішіне 2 қосылған 5, бұл жақта да 10 сан шығады. 10 сан модульдің ішінен 10 сан болып шығады. Бұл жақта теріс таңбалы сан болғандықтан бұл жақта да минус түбір асты 7 минус 9, бұл жақта да мағынасы болмайды. Минус 2-ні берсек те модуль дегеніміз бізде модульдің ішінен кез келген 10 таңбалы да теріс таңбалы сан, ол 10 таңбалы сан болып шығады. Сондықтан минус 2 қосылған 5 ол бізде плюс 3. Плюс 3 модульдің ішінен плюс болып шығады. Минус алдындағы минусы болады. Сонда минус түбір асты минус 3 минус 9 бұл бізде тоже анықталмағандық сан, яғни өрнектің мағынасы болмайды. 4-24 төртінші есеп. Түбір асты 5 минус x модульдің ішінде x, білеміз, егер бізде бөлшектің бөлімінде айнымалы тұратын болса, ол жақта біз бөлшектің бөлімін 0-ді бере алмаймыз. Себебі сан бөлінген 0, ол бізде анықталмағандық болады, яғни 0-ден басқа сандардың барлығын қоя алады деген сөз. Енді көрейік. Енді бұл жақта есеп шығару үшін ең алдымен бөлшектің алымын біз 0-ден үлкен сандар шығуымыз керек. Себебі 0-ден кіші сандар шығатын болса, яғни теріс таңбалы сан шығып кетеді. Сондықтан бізде осы 5 азайтылған x-тен тек қана 0-ден үлкен сандар шығу керек. Сонда 5 минус x үлкен 0-ден дейміз. Сонда минус x-іміз осы жақта қалады. 5-ті теңдіктің ар жағына минус болып шығарамыз. Минус x үлкен минус 5-тен, енді минусынан құтылып жібереміз. Мына жақтағы минусты жойып жіберсек, мынау үлкен санымыз кіші санға айналып кетеді, яғни x-іміз бізде 5-тен кіші болу керек деген сөз. Сонда біз 0-ды қоя алмаймыз. Мына жақта тұрған айнымалымыз бізде 5-тен кіші болу керек. Сонда былай жазамыз есептің жауабы. Минус шексіздіктен 0-ге дейін бір жауап 0 кірмейді. Және бірігу 0-ден 5-ге дейін 5 бізде кіреді. Яғни минус шексіздіктен 0-ге дейін біз кез келген санды осы өрнекке қоя аламыз, және 0-ден 5-ге дейін кез келген санды осы өрнекке қоя аламыз деген сөз. Тексеріп көрсеңіздер болады. Мысалы, минус шексіздіктен 0-ге дейін минус 2 санын алатын болсақ, 5 минус 2 ол плюс 7 болады. Минус 2 модульдің ішінен 2 болып шығады. 7-ден 2 бөлсек, ол бізде 10 таңбалы сан. 0-ден 5-ге дейін мысалы 4 алатын болсақ, 5 азайтылған 4 ол 1 болады. 4 модуль ішінен 4 болып шығады. 4-тен 1 ол бізде түбір астынан, яғни
10 таңбалы сан болып шығады екен. Оқушылар, сіздерге түсінікті болса, комментарийға апай түсінікті деп жазып қойыңыздар. Так, 3/24 алтыншы есеп. Түбір астында 2х азайтылған 3 бөлінген х азайтылған 3-тің квадраты. Бұл жақта да біз бөлшектің алымын 0-ден үлкен деп шығаруымыз керек, ал бөлімі мынау х минус 3 бізде 0-ден басқа сан болу керек. Себебі бөлшектің бөлімі 0 болып кететін болса, онда бізде анықталмағандық сан болып кетеді. Яғни 2х минус 3 үлкен 0-ден, бұл жақта 2х-іміз үлкен 3-тен, яғни 2-ні теңдіктің екінші жаны бөліп жібереміз, х-іміз үлкен 1/5-тен. Мына жақта х минус 3-іміз тең болмау керек 0-ге, себебі жаңағы 0-ге тең болатын болса, онда анықталмағандық сан болады. Сонда минус 3-ті теңдіктің екінші жағына шығарсақ 3, яғни х-іміз 3-ке тең болмау керек. Мысалы 3-ті қоятын болсақ, 3 азайтылған 3 ол бізде 0, ал 0-дің квадраты 0, бұл бізде сан 0-ге бөлінбейді. Сонда есептің жауабын былай жазамыз. Х-іміз үлкен болу керек 1/5-тен. Сонда 1/5 бізде кіреді. Минус 1/5-тен 3-ке дейін бірігу, 3-тен плюс шексіздікке дейін есептің жауабын береміз. 3/25 келесі өрнектерді ықшамдандар. 3/25 келесі өрнектерді ықшамдандар дейді. Бірінші есеп. Түбірасты 3 бөлінген түбірасты 75 қосылған 0,64. Ең алдымен 75-ті 3-тің және қай санның көбейтіндісі ретінде өрнектеп аламыз. 75 дегеніміз бізде түбірасты 25 пен түбірасты 3-тің көбейтіндісі, ал 25 бізде түбірастына 5 болып шығады. Мына жақтағы бөлшектің бөліміндегі 3 пен бөлшектің алымындағы 3 қысқарып кетеді. 0,64 бізде 0,8 болып шығады. Сонда мынау қысқарып кетті. 25 бізде 5 болып шықты. 5-тен 1 қосылған 0,8, 5-тен 1 ол бізде 0,2-ге тең, 0,2 0,8-ге қосылғанда ол 1-ге тең сан шығады. Келесі үшіншісі. Түбірасты 27 бөлінген түбірасты 96 азайтылған 256, түбірасты 256. 96-ны 16 мен 6-ның көбейтіндісі ретінде жазып алсақ болады. 6 бізде 3 пен 2-ның көбейтіндісі. Сонда түбірасты 9 көбейтілген түбірасты 3 бөлінген түбірасты 16 көбейтілген түбірасты 3 көбейтілген түбірасты 2. 3 пен 3 қысқарып кетеді. 9 бізде 3 болып шығады, 16 бізде 4 болып шығады. Түбірасты 2 қалады. Азайтылған түбірас 16, 256 бізде 16 болып шығады. Сонда 3 бөлінген 4, 2-ні 1/4 болып түбірасынан шығардым. Сонда 4 пен 1/4-ті көбейткенде 5/6 болды. 3-ті 5/6-дан бөліп 16-дан азайтқан кезде минус 15/146 деген сан шықты. 3/26 есеп. Бұл жақта мен екіншісін шығарамын. Екіншісі а тен х үлкен минус 1-ден, х кіші минус 1-ден болғанда осы өрнекті ықшамдандар дейді. Бұл жақта ықшамдап ең алдымен мына қараймыз. Х қосылған 1, жақшаның ішінде көбейтілген 1 бөлінген х-тің квадраты қосылған 2х қосылған 1. Ең алдымен қысқаша көбейту формуласын есімізге түсіреміз. Бізде х қосылған 1, х қосылған 1 ол бізде осы өрнек, х қосылған 1-дің квадраты осы өрнектің мәні шығады. Сонда егер жақшаны ашатын болсақ, х-тің квадраты қосылған 2 көбейтілген х қосылған 1 ол 2х қосылған 1-дің квадраты 1, яғни осы өрнегіміз шығады. Сонда х квадрат қосылған 2х қосылған 1-ді х қосылған 1-дің квадраты ретінде жазсақ болады. Бөлшектің алымы осы х қосылған 1 қалады, яғни түбірасты мен квадрат қысқарып кетеді. Мынаның ішінен х қосылған 1 өзі шығады. Х қосылған 1 бөлінген х қосылған 1 екеуі қысқарып кетеді, 1 шығады. Яғни х үлкен минус 1, х кіші минус 1-ді қойған кезде де бізде бір ғана сан шығу керек. Келесі 3/27. Осы өрнектерінің мәнін табындар дейді. Ол қатты қиын есеп емес, бізде тек қана бірінші, үшінші есеп шығарамыз. Бұл жақта 2 түбірасты берілген. Бірінші түбірасты, оның түбірастында 625. Енді оқушылар қараймыз. 625 бізде түбірдің астынан 25 болып шығады, ал 25 түбір астынан 5 болып шығады. Сонда двойной түбір болып тұр. Үшіншісі 6 жақшаның ішінде түбірасты 3-тен 2-нің 4 дәрежесі. Соны 4 дәрежесі болса, 3-тен 2 бізде 1, 2, 3, 4 рет жазылады. Мұна екеуін көбейткен кезде бізде 3-тен 2-нің өзі шығады. Мұна екеуін көбейткен кезде 3-тен 2 шығады. Яғни 3-тен 2-ге 3-тен 2-ні көбейткенде 9-дан 4 болады.
Енді бізде 6-ны мен 9-ды 3-ке қысқартып алдым. Сонда мына жақта 2 қалды, мына жақта 3 қалды. Сонда 2-ге 4-ті көбейтсек 8, 3 болды. 3-тен 8 деген жауап шығады. 3-те 28 төмендегі өрнектердің мәнін табыңдар дедім. Бұл екінші есебін шығарамын, өте оңай. Жақшаның ішінде түбірасты 12, азайтылған түбірасты 3-тің квадраты. Бұл жақта да қысқаша көбейту формуласын есімізге түсіреміз. Оны сіздерге жазып кетейін. А азайтылған b-ның квадраты, ол бізде а квадрат азайтылған 2аб плюс b квадрат болып ашылушы еді. Яғни сонда а-ның орнына бізде түбірасты 12, b-ның орнында бізде түбірасты 3 болып тұр. Сонда түбірасты 12-ның квадраты азайтылған 2 көбейтілген түбірасты 12 көбейтілген 3 қосылған түбірасты 3-тің квадраты. Бірден түбірасты мен квадрат қысқарып кетеді, 12 шығады. Мына жақта да түбірасты мен квадрат қысқарып кетеді, 3 шығады. Тек қана мына жақта мәселе болып тұр. 12 мен 3 екеуі де түбір астында болғандықтан екеуі бір-біріне көбейтіледі. 12-ге 3-ті көбейтсек 36, ал 36 бізде квадраттық түбірден 6 болып шығады. Сонда 2-ні 6-ға көбейтсек, мына жақта 12 болады. Сонда 12-ге 3-ті қосып жіберді. Мына жақта 15, 15 азайтылған 12, есептің жауабы 3 екен. Төртіншісі. Түбірасты жақшаның ішінде түбірасты 6 азайтылған түбірасты 24-тің квадраты азайтылған түбірастында 0,10,121. Бұл жақта да қысқаша көбейту формуласын есімізге түсіреміз. Түбірасты 6-ның квадраты азайтылған 2 көбейтілген түбірасты 6 көбейтілген түбірасты 24 қосылған түбірасты 24-тің квадраты азайтылған 0,10,121 бізде 0,11 болып шығады. Сонда квадрат пен түбірасты қысқарып кетеді, 6 шығады. 6-ға 24-ті көбейтсек 144 болады. Сонда 2 көбейтілген түбірасты 144 қосылған. Мынау мен мынау қысқарып кетеді 24. Сонда 6-ға 24-ті қоссақ 30 болады. 144 бізде 12 болып шығады. Сонда 30 азайтылған 2 көбейтілген 12 азайтылған 0,111 ол бізде 5,189 деген сан шығады. 29. Біріншісі x-тен 3 болғанда x түбірасты 6 тен түбірасты 6x квадрат теңдігі ақиқат па дейді. Көрейік. X-ның орнына мына жақта 3-ті қоямыз, яғни берілгеніміз жазып аламыз. X-ның орнына 3-ті қойсақ, яғни 3 түбірасты 6 тен 6 көбейтілген 3-тің квадраты. 3-тің квадраты ол 9, 9 түбірасынан 3 болып шығады, яғни теңдігіміз ақиқат екен. Үшіншісі, x үлкен немесе тең 0 болғанда теңдігіміз ақиқат па дейді. Қайтадан x-ның орнына мысалы 2-ні беріп көреміз. X-ның орнына 2-ні береміз. Сонда 2 көбейтілген түбірасты 6 тең түбірасты 6 көбейтілген 2-ның квадраты. 2-ның квадраты бізде 4, 4 түбірасынан 2 болып шығады. Сонда 2 көбейтілген түбірасты 6 тең 2 көбейтілген түбірасты, бұл да ақиқат екен. Осы есепке ұқсайды болғандағы теңдігі ақиқат па дейді. Бұл жақта жұптарын шығарамыз. Екіншісі x-тен минус 5. Өрнегіміз жазып аламыз. X көбейтілген түбірасты 6 тең минус түбірасты 6, 6x квадрат. Сонда x-іміздің орнына минус 5-ті қоямыз. Минус 5 түбірасты 6 тең минус жақша ашылады. 6 көбейтілген минус 5-тің квадраты. Минус 5-тің квадраты ол бізде плюс 25. 25 бізде түбірасынан 5 болып шығады. Бірақ алдындағы минусмен минус 5 болады. Яғни бұл жақта ақиқат болып тұр. Төртіншісі, x-іміз кіші немесе тең 0-ден болса, ақиқат па дейді. X-ның орнына минус 2-ні беріп көрейік. Сонда минус 2 түбірасты 6 тең минус түбірасты 6 көбейтілген минус 2-ның квадраты. Бұл жақта да теңдік ақиқат болып тұр. 3-те 31, 10 көбейткішті түбір таңбасын ішіне кіргіз дедім. Бұл жақта тақтарын шығарамыз, яғни мыналарды түбір астына кіргізу керек. 4 бізде түбір астына 16 болып кіреді. Сонда 16 көбейтілген 2а, ол бізде 32а болады. Үшіншісі, минус 3-тен 1 көбейтілген 0,9а, минус 3-тен 1-дің минус 3-тен 1 емес, 3-тен 1-дің өзін ғана кіргіземіз. 9-дан 1 қылып, сонда 9-дан 1 көбейтілген 0,9-ды 10-нан 9 деп жазсақ, 9 бен 9 қысқарып кетеді. Сонда 0,10-нан 1 болады, немесе 10-нан 1 деп өстіп жазамыз. Осылай қалады. Бесіншісі, минус а
көбейтілген түбір асты минус 3а. Бұл жақта минусын қалдырып кетеміз да аны квадрат ретінде ішіне кіргіземіз. Сонда а квадрат көбейтілген жақшаның ішінде минус 3а. А квадрат пен а көбейтіліп кетеді. Сонда минус түбір асты минус 3а-ның 3 дәрежесі болады. Соңғы 3/32 есеп төмендегі өрнектерінде ықшамдандар дейді. Жұптарын шығарамыз. Түбір асты x азайтылған 7-ның квадраты минус 7. Бұл жақта x-іміз үлкен 7-ден. Сонда квадрат пен түбір асты қысқарып кетеді. x минус 7 қалады. x-іміз минус 14 болып тұрады. Келесі төртіншісі x қосылған 7,5-дің квадраты. Квадрат пен түбір асты қысқарып кетеді. Мына жақта да x квадрат пен түбір асты қысқарып кетеді. x қосылған 7,5 қосылған x. Сонда x пен x қосылады 2x қосылған 7,5. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағым аяқталды. Келесі сабақ менде 4-ші сабақ болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.